Реакция көп болатын болса, ана стрингімен видеоны салып жіберемін қазір. Абайландар. Еще артынша 5 мың теңге ойнатып жүремін, чотам. Короче, ана тұрған шелекті мен Ақылбектің үстіне құйдым. Бұл ренжіп қалды. Егер қызық болса, постқа кіріп қараңдар, лайк пен комментарий обязательно күтем. Я ұйықтап отырған адамға су шашуға болмайды. Бұны мен келсем, бұл шын, бірақ один раз можно деп ойлаймын. Мен айтам да, өздеріне осындай бірдеңе істесең, деп шығады. Не ренжіп істесең, осы ғой. Су ғой, су. Су, я, су. Ренжіп жатсың ба? Жоқ, ренжіп жатқан жоқ, нормально. Ну, по-любому, Ахон. Ответка будет ба? Будет. Ой. Қорқып кеттім, ананың үстімде атып. Ал, ұйықтап атқан, мынандай қазаннан кісісің. Бала тойда осырады деген. Бұна дейтін даже Ақтауға да келмейтін сияқты ғой. Ашты беруат болғансың ғой, короче. Ой, нормально ма жауап па? Кеттік, короче. Амирға машинаның дауысты естіртіп көрейік. Реакциясы қандай болады екен. Прикол жарысып отыр. Шынмай подписчикке ештеңеге қарамаймыз. Алиш әдемі ба, Санжар әдемі ба? Екеуі қырылып отыр. Осы сұлулықпен қайсысы әдемі? Опрос қалдырамын. Алиш или Санжар?